оказывается, сбоку заходить Шапогат. Где улица Валиханова. Сразу попадаем в мясной отдел. Шапогат, мясной отдел, Адам деген нахождение. Представляете? Сестрам сары. Қанша килограмм? 2600 молодняк. Екі үште көрдіңіз ғой, бүкілмен қатар қалды. Любой кусокты көтерем, тап-таза еттер, видите? Мына жүректі қараңыз, қандай күшті. Қандайын салам? Қазір мен қарап келемін. Молодняк, да? Молодняк, видите, шикарный мясо. Атпақ маймен. А почему фавориттер сары? Сары далада жайылған малдар. Шөп жеп жатыр ғой, сары май сияқты. Да. Ну, молодняк. Мынаны сұрайық. Килограмм қанша? Сан еттер қалды, 2400 мощный екен, сам. Бірыңғай ет. Сан ет, жамбас үйірмей кішкентай. Сары ет, кәрі ет, кәрі мал емес Жоқ, қой? жайлауда жүрген мал осындай сары қалды. Сары. Иә, А байлау. сестрам айтады, сары алма, ой, ол кәрі болады, көп қайнайды дейді. Жоқ, ол сары болғанда сары екі бөлінеді, біреу қазір ол байланатын үлкен кәрі сиырлар еті де болмайды олар, арық болады. Мына жайлауда жүрген малдар, жамбас үйірінің өзіне кішкентай ғой. 1400, да? Қанша болады? Қазір мен бір айналып келейін. Анау ненің еті? Мынау омыртқа әдемі. Сүйек бар, да? Сүйегі бар, кішкентай еті де көтереді. Қазір бір айналып келейін. Кәрі емес қой, да? Болсаңыз кішкене түсіп берем ғой, ала беріңіз. Хорошо. Ага, жақсы, қазір ораламын. Қанша килограмм? 2500-ден. Араластырып 2500-ден. Бәрі санның құтықтары. Қараңыз, шикарный. Хорошо. Қанша килограмм? 2600 жасы мал вообще станеттер смайлер ақ бар 2600, да? ана қаншалықты берген сізге Қазір қарайыншы. Да. Қанша килограмм ет? 2300 бердім, мына мощный еткен. Кәдімгі майларды аттар. Қорғашы мал болады. Кәрі мал емес қой, да? Кәрі малы жабдық. Даланың малдары ғой қорғашы. Мына мен көріңіз біреуін. Күйек мал. Ол не? Мынау үлкен ба? Қайсы үлкендеу ма? Мясной керек та, еті көп. Үлкен мынау. Үлкен, қалың ет. Бермедім. 22.240. Мінеки үйге келдім, алған етім осы, қараңыздар. Мынау үлкен қара кесек ет, сан ет деймі. Бұны мен 16 мыңға алдым, қараңыздар. Еті өте мол, кішкене ғана сүйегі бар, қараңыздар. Өте етті, я, кәдімгі қара кесек ет. Яғни осы кесекті 16 мыңға алдым. Оған міндетті түрде сүйек қосып береді. Маған мынадай қабырға ұсынды, майлы қабырға. Білсеңіздер, ең дәмді ет қабырғада болады, сондықтан майлы болса да қабырғаны алдым. Және одан бөлек тағы да мынандай қабырғаны сіздерге көрсетіп жатырмын. Мына етке қосылған қабырғаны көрсетіп жатырмын. Қайтадан етті көрсетіп жатырмын. Асты үстін жарайды, көре беріңіздер. Видео осылай түскен екен. Мінеки кезек қабырғаға келді, көріп тұрсыңыздар, майлы, әдемі қабырға. Одан кейін мынадай ет алдым, кусок ет, қараңыздар. Мынадай сүйегі бар, жілік майы бар, үлкен
ет. Бұны асып жеуге де болады, салма да жасауға болады. Мінеки базардан алған етім осы. Барлығына қайталаймын 22.240 теңге төледім. Ет өте дәмді деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғыс. Комментарий жазып, лайк қойсаңыздар, тіптен риза болам. Және келешекте тағы да осындай шолу жасайтын болам. Көріп отырғандарыңызда етті турап, тамақ жасайын деп жатырмыз. Етіміз дәмді болсын, тәтті болсын, уайымыз жоқ болсын, қуанышымыз көп болсын. Әумин.